саламатсыздар. Мен Мұрат Жандосов атындағы орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Айғали Балнұр. Менің отаныма, менің бастамам атты шығармашылық жобаны "Отаным қасиетті туған жерім" номинациясы бойынша шығармашылық жобаны қорғаймын. Отаным деген жас жүрегімнен шыққан асыл сөзді мақтанышпен, асқақтықпен айта аламын. Ата-бабамыздың азаттық жолындағы ерен ерлігінің арқасында осынау арман еткен заманға тер төге, көп күш жұмсамай жеткен елімізді мақтаныш етемін. Отан, оттандастық деген дана халқымыз. Адам баласының жүрегінде ең бірінші ақ сүт берген туған анасына деген сезім орын алса, екінші отанға деген жалынды, ыстық сезім орын алады екен. Мен өз отанымды, туған жерімді, құдіретті елімді сүйемін. Әрбір жанға өзінің отбасы, туған туыстары, жолдастары ыстық болса, отан да адам баласына сол айда ыстық. Отан десе адамның жүрегі езіліп, жүрекке жылы болып есептелінеді. Кез келген ұлт өкілдерінің өз отаны бар екені айдан анық. Отаным қасиетті туған жерім. Жоба жетекшісі география пәні мұғалімі Смағұлова Бақыт Абилакемқызы, жобаны орындаған Айғали Балнұр. Мақсаты ерікті жасөспірімдер жасақтарын құрып, әлеуметтік көмекке мұқтаж жандарға көмектесу арқылы рухани адамгершілік тәрбие беру. Міндеттерінің бірі ауылым алтын бесігім тақырыбында ауылдың спорттық мәдениетті көтерудегі елеулі еңбектерін насихаттау. Жоспар бойынша біз біргеміз еріктілер тобымен Мұрат Жандосов орта мектебінің оқушыларын ерікті болуға шақырамыз атты шара өткізу. Қайырымдылық адамның асыл қасиеттерінің бірі. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің дейді қазақ. Ауылдың спорттық мәдениетті көтерудегі елеулі еңбектерін насихаттау барысында Жоқабаев Марат Дәрібайұлы үлкен еңбек сіңірді. Ол кісі ауылымыздың атын аудан, облыс, республика көлеміне шығаруда. Марат ағай қазақтың ұлттық спорт түрі қазақша күреспен айналысып, шәкірттер дайындауда. Менің ауылымның мақтан етерлік тұлғаларының бірі Оңласынов Қамшыбек Өрісбайұлы. Ағай туралы айтылар әңгімеде көп, шәкірттерге қылқалам сырын ашып өнерге баулуда. Ауылдан шыққан айтулы спорт жетістіктеріне жеткен жеткіншектеріміздің даңқын көтеру мақсатында Дәулетқұл Әлшер Дәуренұлының жетістіктерін паш еткім келеді. Осы шығармашылық жобада күтілетін нәтиже ерекше тұлғалар арқылы жасөспірімдер үлгі тұта отырып, рухани өзіндік үлесін қосады.